Қайырлы күн, құрметті көрермен деп айтатын себебім, бұл видеоны да біреу қарайтын шығар, мүмкін қарамайды. Бүгін бізде аптаның 6 шілде, яғни бүгін сенбі күн, демалыс. Қазір такси қызметіне шығып жатыр. Яндекс Такси Ақтөбе қаласы бойынша. Белсенділік менде 100%, рейтинг 4.95, приоритет +6. Қала бойынша коэффициент көрсетіп тұрған жоқ. Қазір желіге шығатын боламыз. Кішігірім влажный уборка жасап алдық көлікке. Енді қазір полировкамен полировать етіп салонды. Енді қазір кетіп бара жатырмыз. Кеттік, жолымыз болсын. Қазір сағат 5 болды. Шамамен бір 2,5 сағаттай жүретін боламыз. Көп кешіктірмей алғашқы тапсырыс түсті. Ол шамамен 5 шақырым жерде екен. 312-ші атқыштар дивизиясы, Гуцало көшесіне 312-ші атқыштар дивизиясына баратын боламыз. Шамамен 18 шақырым. Кеттік, жолымыз болсын. Кешірім сайын 10 шақырым екен. Осы біз баратын жерден 312-ші атқыштар дивизиясы 2-ші нүктесіне дейін 10 шақырым. Кеттік. Кешірім, қала бойынша температураны айтып кетейік. Қала 31 градус болды, мана 35 градус болып тұр. Күн ыстық, машинада кондиционер жоқ. Менде кондиционер бар, бірақ қарату керек. Оған уақыт болмай жатыр. Және қаражат та жоқ, қазір қарататын. Негізі осы мүмкін ипсум айдамаған кісілер болса, айта кетейік, бір кішігірім ақпарат. Мына компрессорды, Камри 30-кінің компрессорын жасайды, сол суық болады, суытады, жақсы суытады. Өзінің компрессоры кішкене слабилау дейді. Ипсум туралы кішігірім ақпарат, ипсумдар айдайды кісілердің назарына. Алғашқы тапсырысты аяқтадық, 1570 теңгеге шықты. Енді келесі тапсырысқа бара жатырмыз, ол Қонаев көшесінен Батсик ауданына, Алтын Орда ауданына. Бұрын Батсик, қазір Алтын Орда деп атау. Осындай үлкен торговый домдарға шақырады. Машина көп, адам көп. Ана жерде знак бар. Остановка, парковка запрещена. Остановка, парковка запрещена деген. Мыналардың барлығы почти қызыл машинадан бастап нарушать етіп тұр. Осындай жерлерге шақырады, бірақ телефондары сөніп жатады. Қызық түсінбейсің клиенттерді қазір. Мен қазір ана жерде ар жағында велик сататын, велосипед сататын жерлер бар. Сол жерге барып тұрдым, ол жерде тұратын жер жоқ. Айналып келіп, мына жасыл машинаның қасында тұрдым. Примерно сол жерлерде тұрдым. Аварийкамды жағып. Ана жерден ГАИ өтсе, сразу штрафтайды. Сосын мына жақта тегін парковка бар, соған тегін парковка еріп нарушать етпес үшін. Келетін адам, мына жер пешеход бар, сонымен келе қояды, айтам, осы жерде тұрмын деп. Көлік ана жерде тұр. Қызығы. Қайнап жатыр ғой, постоянно осы қайнайды. Осы пробка постоянно. Мына жақтан да поток көп, мына жақтан да поток көп. Ар жағынан да Қонаев көшесі бар, ар жағынан да поток көп. Осы жақтан тапсырыс көп постоянно. Телефонына 2-3 рет звондадым, отключен. Такси тұрмай ма? Тұрмайды апа бұл жерде. Ана жерлерде болмаса, апа ана жерде. Ана тұрған машиналарда сұрамасаңыз. Қазір такси Яндекспен немен ғой, драйвермен. Мен өзімде клиент күтіп тұрмын, апа. Естественно, ваш выведен, больше подорвался драйвер. Мен жазып тұрып, здравствуйте, где вы стоите деп. Енді заң бұзбас үшін бәріне бірдей болу үшін осы жерге тұрдық, ана жер. Негізі ана жерден адам түсіріп алып кететін жер ғой, негізі ана жерде. Кішкене ережені бұзсаң, дымда қалмайды. ГАИ болмаса. ГАИ болса тұрмайсың ол жерде. 600-700 теңге үшін. Осындай қызып жатыр. Үшінші тапсырысты аяқтадым, 1460 теңгеге шықты. Бірақ үшінші тапсырысты отменить етуге тура келді. Өйткені менде красный жанып кетіп, аварийный. Енді воздух, воздух жиналып қалған ба, сондай бірдеңе. Енді воздухын бәрін шығардым. Вроде суынды. Қазір вентилятор қосылып тұр, қазір қосқанның өзінде бірден.
қазір ашып көреміз қайтадан мүмкін. Тағы да ашып көремін енді. Озық шығардым, сонда да білмеймін неге олай болып тұрғанын. Білем. Такси қызметіне шығамадық па? Қазір қайта ашып көреміз, мүмкін озық бар шығар әлі. Неге вентилятор ойнап тұрғанын. Демек, вентилятор ойнаса, демек мотор қызып тұр деген сөз. Қарайып кетті. Үйге қарай тапсырыс аламыз. Сосын қараймыз, анықтаймыз. Қарау керек, әлі вентилятор өзін-өзі ойнап тұр. Демек, бойында озық бар әлі системада. Мә ұзақ тұрында 5 минут, 7 минуттай тұрған шығармыз, жаңағы озық шығар. Әлі озық бар деген сөз әлі. Қазір көрейік. Әлі тапсырыс алмай үй жаққа кете береміз бе? Қазір тағы да бір жерде қызықтаса, тағы да жүреміз ғой. Тапсырысты отмет етіп. Активность и так 16 по... не қанша пайыз алып жатыр? Бірінші пайыз алып жатыр уже. 14 16 алып жатыр ма? 14 алып жатыр ма? 14 алып жатыр. Бірақ машинаға байланысты дедім енді. Пока жанып тұрған жоқ. Мына жердің бәрі жанып тұр ма? Светофор ол. Мынау обояс лампочканың несі. Анау тормозный не соған жанып тұр. Мынау сосын чек катализатор деп көрсетті. Болды. Мына жерден ана аварийный жанып кейде. Сол жанбай тұр. Үй жаққа қайта берейік. Постаматтан затым келді да. Камера. Сол камераны алып алып, постаматтан ары үй жаққа бара берейік. Осы кішігірім видео болып шықты. Бірақ кішігірім болса да приключениемен. Қызық. Көреміз енді. Бірақ кондиционері бар машинамен жүріңіздер, кондиционері бар машина сатып алыңыздар, мүмкіндік болып жатса. Өйткені кондиционермен невозможно. Қазір дала 35 градус ыстық қазір. 35 градус ыстық, жаман ыстық болып тұр. Қазір 20-шы ғасыр енді. Шама келгенше, реті келгенше. Негізі кондиционер бар, көлікпен жүрген дұрыс. Кондиционер менде де бар. Қайда? Кондиционер. Метр. Онымен маған френғой болып қарау керек болып кетеді. 06-07 дейді. 07 дейді. Лапқа келген. Тойханадан шығып жатыр еді. Бақылап көреміз. Қайтадан аварийный сигнал жанып қыза ма, қызбай ма? Қайта қосылатын боламыз. Зарядка да жоқ қой, дымда қарамын. Мысалы, ананы алдым, панамерікті. Сосын тағы не алдым? Очки алдым. Сосын мына сумкамды алдым, болды. Енді зарядка жоқ. Зарядка мынаны салып, осымен зарядтеймін шәлі. Амал жоқ. Өйткені мына модулятордың зарядкасы кішкене нашарлау. Заряд жай беремін, түсінемін. Үйге дейін 18 шақырым 30 минутты көрсетіп тұр қазір. Көрейік, сол уақытта точно жанбай ма. Кешке мен негізі бір канистр су ма, антифриз па салу керек болып тұр негізі маған. Ең дұрысы. Өйткені су қажет болып қалғанда қазір лақтырған уақытта су құям. Бірақ мен былай істедім, короче. Қазір көрсетейін қалай істегенімді. Содан су ешқандай расходтамай, нормально кетті сразу. Аварийный жана ма, жанбаймыз. 1000 теңге сидиге адам алып келдім. Жанған жоқ ештеңе, аварийный. Білмеймін, қазір үйге барып бір канистр суымды салып аламын. Сосын кешке 8-ге, сағат 8-ге балдармен неге барайын тұрмын, баняға барайын тұрмын. Сол тапқан ақшамның бәрі сол баняға кетейін тұрған сияқты. Қанша теңге? 4000 теңге тауып тұрмын. 4000 теңге тауып тұрмын. Осының бәрі баняға кететін сияқты қазір.
қанша градусқа түсті екен? Biraz қарап жіберейік. 30 градусқа түсіпті. 35 болды жаңа. Жақсы, рахмет баршаңызға. Дұрыс қаралым болған жоқ, мүлдем тапсырыс болған жоқ, шынымды айтсам. Тапсырыс болды, болып жатыр. 100-ден 850 теңгеден коэффициент болды, бірақ менің машинам қарамай, амал жоқ. Үй жаққа қайтуға тура келіп жатыр. Жақсы, аманшылықта, саушылықта, баршаңызға амандық.